Ібілістің адамды тамашалау қиссасы. Ұлық Алла адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауды бұйырды. Періштелер жиналып, адамды айналып қарап көрді. Сол кезде Ібіліс лып етіп, адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзасын, қан тамырын аралап қайта шықты. Ол періштелерге: бұл мақұлық ұлық Аллаға орынбасар болуға лайық емес, деді. Неге? деп сұрады періштелер. Себебі бұның тәні ас ауқатқа, ұйқыға, қызық рахатқа тәуелді, тез шаршайды, тез қартаяды, суыққа тоңғақ, ыстыққа қаталағыш, қарны ашып ұйқы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек көңілі атақ, даңқ, мансап, билікке тез мас болады. Жылтыраққа көрсе қызар, дүние мүлікке тойымсыз. Құмарлығын қандыру үшін күнә жасап, қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп, соғыс ашады. Мұның бізден артық жерін байқамадым. Тек түсініксіз бір нәрсе бар, деді Ібіліс. Періштелер: ол не? деп сұрады. Кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай жүрегі бар. Сол жүрекке кіре алмадым. Ішінде не бары белгісіз, құпиясын бір Алла өзі біледі, деді. Періштелер: адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелерімен Алланың хикметтерін танып білсе керек, деді. Ібіліс алақанымен адамның құлағын сипады да: бұның құлағын қаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аяң бос сөзге құлағы тірік жүреді. Жын пері періштенің сөздерін ести алмайды, деді. Саусақтарымен адам көзін жанап өтіп, енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Алланың сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты екі көзбен іздейтін болса, міндетті түрде адасады, деді. Сосын алақанын адамның аузына тигізіп: аузы Аллаға жақпас лас сөзге бейім болар, мән мағанасыз бос сөзге үйір болар. Басына келер 10 бәленің 9-ын өз тілінен табады. Бісмилля демесе жеген асы арам. Бұның 5 сезім мүшесін Алланың хикметтерін танудан аулақ еттім, деп мақтанды. Адамның қарнын ұрып көріп еді, бос балшықтан даңғырлаған дыбыс шықты. Ібіліс: іші даңғырлаған қуыс екен. Мақтанғанды жақсы көреді. Мұның түбіне осы мақтан сүйгіштігі жетеді, деді. Ең соңынан жүрек тұсын саусағымен шертіп: осы жұдырықтай қызыл еттің ішінде не қасиет барын ұға алмадым. Оған іштен де кіретін жол жоқ. Ақиқатты таныса, осы жүрегімен ғана қапысыз тануы мүмкін. Болмаса, бұл мақұлықтың бізден артық қасиеті жоқ, деді масаттанып. Осыдан соң күллі періште Құдайға арыз айтып жалынды. Я Алла, сен адамды жаратпа, ұрпағын жер жүзіне таратпа. Бұл ертең тән қалау үшін күнә жасап, қылмысқа ұрынады. Соғыс ашып қан төгеді. Зорлық, зомбылық, қиянат, қорлық адамға тән екен, деді. Сол кезде ұлық Алла: әй, сендер менің білгенімді білмейсіңдер. Оны қандай хикметпен жаратқанымды ұлы жаратушы өзім ғана білемін. Сендер білгіш болсаңдар, мына заттардың сырын ашып, табиғатын түсіндіріп беріңдер, деп ғайыптан бір әлем шығарды.
Бұрын соңды білмейтін беймәлім әлемді көргенде, періштелер ауыздарына құм құйылып, тосылып қалды. Сол кезде Құдай тағала адамның тәніне өзінен рух деген зат түрлеп, жүрек көзін ашты. «Кәне, орынбасарым, мына заттардың атын атап түсін түсте, ғылымыңды паш ет», деп адамға әмір берді. Жүрек көз ашылған адам іркілместен табиғаттың бүкіл ғылымын жайып салды. Періштелер адамның ғылымына қайран қалды. Алла тағала періштелеріне өзінің орынбасарына сәжде жасап, құрмет көрсетуге әмір етті. Ілім-білім сайысында адамнан жеңіліп, пұшайман болған періштелер жапа-тармағай сәждеге бас қойды. Адамнан мін іздеп, Алланың шеберлігіне шек келтірген ібіліс қана іркіліп қалды. Адамның артықтығын мойындауға тәкаппарлығы жібермеді. Мендігін жеңе алмаған күйі шалқайып тұра берді. Тәңір тағаланың «Менің әмірімді неге орындамай тұрсың» деген сұрағына ібіліс: «Мен одан артықпын. Ол топырақтан, мен оттан жаралдым», деп жауап берді. Өзін өзгеден артық санап тұрған ібіліске ұлық Алла қатты қаһарланып, тез арада өзінің дәргейінен шығуды бұйырды. Өзін өзгеден артық қою ұлық Алланың ең жек көретін мінезі. Ібілісті қууды Жебірейілге тапсырды. Сол кезде Жебірейіл ібіліске сұқ саусағын қадап тұрып, «Мына малғұнның мойнына қарғыс қамытын кигізіңдер», деп періштелерге бұйырды. Жебірейілдің сұқ саусағы ібілістің жүзіне тігінен қадалғанда, оның бұрынғы періште сипатының бәрі ағып түсті. Тас төбесінен екі мүйіз, артынан салаңдаған құйрық шықты. Аяғы тұяққа айналды. Екі құлағы тік шығып, денесін қара жүн басты. Бұрынғы жарқын жүзі сол заматта солды да, бет әлпеті қорқынышты құбыжыққа айналды. Періштелер оны тыпыр еткізбей ұстады да, мойнына қарғыс қамытын кигізді. Сол сәтте ібіліс қорыққанынан кіші дәретін бұтына жіберді. Осыдан бастап сұқ саусақты адамға қарата шошайтуға болмайды деген тыйым қалды. Куә болып тұрған періштелер шүкіршілік етіп, екінші рет сәждеге бас қойды. Намазда 2 рәкат сәжде жасау періштелердің сүнеті екен. Қарғыс қамытын кигізген соң, періштелер ібілісті теңіздің суына тұншықтырды. Ол шыңғырып, қасарысып бақты. Малғұнның денесі тигендіктен теңіз суы ішуге жарамсыз ащы суға айналыпты. Ібіліс судан шыққан соң ызаланып, адаммен өштесті. Ол: «Адамның кесірінен қарғысқа ұшырадым. Қиямет қайымға деген оның ұрпағымен жауласамын. Саған шын берілген таза жүрек момын құлдарыңды азғыруға әлім келмес, бірақ дүние менікі деп ойлайтын ғапылдардың біреуін де қоймаймын. Бәрінің бағын байлап, бақытын қайтарамын», деді. Сонда Алла тағала: «Маған тура бастайтын жалғыз жол шын пейіл мен таза жүрек», деді. Ібілісті теңізге тұншықтырып жатқанда, балықтар жиналып, оны айналшықтап қарап тұрды. Сол кезде малғұн аузын жаппай: «Ей балықтар, қамданыңдар, бастарыңа қатер төнді. Мына құдайларың адамды жаратты, ертең ол жерге түседі. Оның асқазаны Айуан атаулының қабірі. Қомағай қарны тойдым демейді. Көріңдер де тұрыңдар. Ол ақылымен өзен көлге, теңіз мұхитқа ау салып, қармақ тастап, сендерді аулайды, ілінгендеріңді аямайды.
ішек қарындарыңды ақтарып, етіңді қорек қылады. Олар ас ауқатқа таласып, керек болса өз-өздерінде аямай қанға былғайды, деп адамды ғайбаттап жатты. Оның сөзін естігенде балықтардың зәресі ұшты. Қорқынышты хабарды дереу таратып, бір-біріне жеткізе бастады. Малғұн ібілістің сайқалдығы осы арада тағы анық байқалды. Ол балықтарға адамның нәпсі қуатынан шығатын ашқарақтық қасиеті жайында ғана айтты. Бірақ оның махаббат майданында неше түрлі миға сыймайтын ерлік істер істеуге қабілетті, құдіретті рухы жайлы ләм-мим деп ауыз ашпады. Білім сайысында өзінің жеңілуіне себеп болған адамның жүрек көзі туралы да жақ ашпады. Ал балықтар болса, адам туралы анық ақпаратты ұлық Алладан сұрамастан басқаларға тарата бастады. Істің анық-қанығын өзінен сұрамастан өсек таратқан үшін Хақ Тағала қаһарланып барлық балықтың тілін суырып алды. Содан бастап балық атаулы сөйлей алатын қасиетінен айырылған екен.